Арғы аталары дәулетті болғанымен, Жамбылдың әкесі жапаға шыр қонбаған. Кейбір тарихи деректерде жыр алыбының әкесі туралы шоқпыт шапанды көшпенді кедей болған деген сипаттама бар. Мен киіз үйде өстім. Сол кездегі барлық қазақ балаларындай мені де көшкенде бесіммен ала жүрді деп, кейін балалық шағы туралы естелік айтқан Жамбыл Жабаевтың сөзіне қарағанда, Қоңырқай тірлік кешкен. Жамбыл ата жоқсылғанша көрмеген, ақын болып елге таралғаннан кейін. Мүмкін анау балалық жастық шағында ептеп жоқшылық көрсе көрген шығар. Әкесі енді жай ғана малшы қазақ болған ғой. Бақ, отын тергегеннен басқа бала басымызға осы үлкендер не үйретті? Өнердігін бағады, ойдығын бағады. Күнде қайтанылатын күйбең тірлік. Мезетті, қойы құрсын. Жамбыл деген талапты бала сен бе едің? Я, жасақын Жамбыл мен боламын. Талағыңа нұр жаусын. Нанын қайсын таңдайсың? Өлеңді таңдайсың ба, көгенді таңдайсың ба? Әрине ақсақал, өлеңді аламын, өлеңді. Қой қозы бағуға құлықсыз Жамбыл өнер ән десе аңсара болып, жапан түзде домбырамен сырласты. Ән салған бала Жамбылдың дауысынан хан, байқара, Жамбыл таулары жаңғырап, өзі ән айтқан сайын жігерлене түсетін. Өнерге құштар баланың дүмше молдадан сауат ашуға да ниеті болмады. Есесіне қарттар қауқалдасқан бас қосуда, той кештерде сауық құрған ортадан Жамбыл қалмайды екен. Еспіліп етек жиғала, ел аралаған сал серілердің айтыс ақындарының алдын көріп өсті. Қаздай қалқып ерінбей, өлеңдердім жасымнан. Мәукет ақын Құлманбет орын берді қасынан, майлы қожа құлыншақ пірімеді басырған, қайтқан дары нұсқы еді жаралған сөз асылдан дейді. Сонда қазаққа даңқасқан Мәукет сияқты, Алпамысты эпос жырлаған Құлманбет сияқты үлкен ақындарды қасынан орын берді дейді, өзінің сол кісілермен қатар санаптан. Майлы қожа құлыншақ мен пірімеді басырған дейді, пір тұтқан. Ал Жамбылдың негізгі бір ол Сүйінбай. Әке, мен жуырда далада ұйықтап қалдым. Түсімде Сүйінбай ақсақалға ұқсайтын Қыдыр ата секілді қария еніп, өлең аласың ба, көген аласың ба деп сұрады. Не дейді мына бала? Өлең деппін түсімде. Балам, екейде 50 бақсы 80 ақсын деген сөз бар. Солда жетеді бізге. Сен 81-ші болмай ақ қой. Ақынның түбі қайыршылық, бақсының түбі жын дейді. Жын жинап, бақсы болып, ел кезгергенше одан да мал бақ балам. Батаңды маған бер әке, тіліме менің ер әке, жапаның ұлы ақын боп, жақсы істепті дер әке. Домбыра алып сөйлейін, күнде жасап мереке, мерекелі болған соң елде болар береке. Баланың тегіне тартатыны рас қой. Жамбылдың туған нағашысы Қанадан Жетісу өңірінде танымал қобызшы әнші болған. Сол себепті бала Жамбыл әнге елтіп, ағаларынан домбыра тартуды үйреніп, өнерге үйірсектік, кейін даңғыл жолға айналды. Ілгерде Жетісу қойын ағайын араласып тұрады. Даңқасқан Жетісудың атақты биі Бөлтірік сол Алатаудың баурайына кеп ағайындарды аралап келген екен. Сонда үлкен сөз өнері ортаға түсіп жатқанда үлкен игі жақсылары әңгімелесіп үлкен құрып отқанда даладан бір бала шауып жүгіріп кірген екен. Ассаламуалейкум деп. Бірден Бөлтіріктің қолын алыпты. Әлейкум салам деп баланың қолын ұстап тұрып, атың кім балам депті Бөлтірік.
атым Жамбыл депті. Атың Жамбыл болса, көкірегің даңғыл болар. Шырғалаңнан сөз келсе, шырқаушының өзі боларсың деген екен жарықтық. Қалай білген, қолын ұстап тұрып. Жамбылдың сүйген, ғашық болған құрбысы Бұрым сұлу. Бұрым мен Жамбыл бір тойда танысып айтысады. Көпшіліктің көзіне түскен Бұрым көркінен өзге тамаша әншілігімен де, ақындығымен де Жетісуға танымал болды. Екеуі бұдан кейін талай кездесіп, айтыса жүріп, бірін-бірі шын сүйіп ғашық болады. Ұмытпасам, Бұрым Айқым деген елдің Қыдырма деген кісінің қызы болған. Көріктігі жақсы қыз екен, соны Жәкең соңынан түсіп, не істеймін деп ойланады. Ойланатын себебі қыз атастырылып қойылған. Бірақ махаббат сезімі жүрегін күйдіріп әкетіп бара жатыр. Өзі қызуғанды жігіт болған Жәкең жас кезінде алып қашады қызды. Күзге қарай жайлауда кездеседі, күзді алып қашады. Сен лашын болғанда мен ұқсым қар. Бір көргеннен дидарыңа болды мүңкәр. Көркің бар, талай адам көз тоярдай. Жүзің бар, шыққандай, жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар. Жасымнан жақсыларды жағаладым. Алатау, Қаратауды жағаладым. Қай тұсқа аттың басын тіресем де, дәл өзіңдей сұлу таба алмадым. Рахмет, Жамбыл, әдем өлең. Жамбыл, басымда еркін жоқ екен білесің ғой. Өткенде болашақ кеусімағым ұрын келіп кеткен. Тенім емес, қайтейін. Аузынан сөзі, қойнынан бөз кеткен бір бәле. Мен сені алып қашам, басқа амалым да жоқ. Қайдан ел арасы бүлініп кетеме деп қорқам. Мен сені тура Сарыбайдың ауылына апарып түсем. Көрсін, Сарыбайдың айбарына ел жұртың шыдас берген. Жер дауы мен жесір дауының қашанда қазақ ортасында салмағы болған. Бір-біріне кезінде өкпелесіп қырық бөлініп кеткен Екей деген іргелі елдің басын Сарыбай қосқан еді. Дәл осы тұста айттырып қойған қызды Жамбылдың алып қашуы ағайынның арасындағы араздыққа қайта себепкер болатыны анық еді. Жамбыл балам, айттырылған қызды алып қашудың аяғы немен аяқталатын білесің ба сен өзің? Қайтармаймын ата, болды. Бұрым осы үйге өз еркімен келген. Баласы қызымызды алып қашты, қайдан тапса одан тапсын. Болмаса, қолдасамыз ба, жауласамыз ба деген талабын естіп келдім. Жастықпен қызды қайтармаймын деп шорт кесіп айтып отырсын ғой сен. Екей енді ғана ел болып келе жатыр еді. Тағы да бүлінеді ғой. Қыздың қайын жұрты ауқатты, айбарлы, айтқанға көнбейді. Рас сол ғой ата. Бірақ мен де түсінсеңші. Екінші әкеңнің аз ғана дәулетіне кесірің тиеді. Түгін қалдырмай шауып әкетем деп отыр. Атаң атастырған қызын қалыңдығыңды ал. Болмаса, осы ауылдан таңдаған қызыңа жіптақ өзіме алып берейін. Соның ақыры ойлап жаңағы ақсақалдың сөзі шындыққа келеді. Енді ақсақал болғанда онша кәртайып та тұрған емес, бірақ ол кезде ел ағасы болған адамдарды ақсақал дей берген ғой. Сөйтіп көніп Бұрымды еліне қайтарыпты. Бірақ еліне қайтарғанмен Жәкеңнің жүрегінде қыздың бейнесі қалып қояды. Жас адам, өзі ақын, өзі сұлу қыз. Сонан шығарған өлеңдері болған, бір ауыз өлеңдері жеткен бізге. Сол жеткен өлеңінде былай деген екен. Айырылдым арман менен қайран Бұрым, айдайы толықсыған аппақ жүзің. Адастым, шалыспастым қадамымда, білмедім жан ашымаш ағасырын дейді. Сөйтіп, қызға деген өзінің сезімін осында бір өлеңдермен білдірген. Әрине, жалпы Жәкеңнің әйелдер тақырыбына арналып шығарған өлеңдері бір шама болу керек, бірақ оның бәрі сақталмаған, ауыз әдебиеті болғаннан кейін. Жамбыл Жабаев шығармашылығының шарықтау шегі 90 жастан асқан кезге келді. 1936 жылы Мәскеуде өткен Қазақстанның мәдени 10 күндігінің шымылдығын Жамбыл ашты.
360 өнерпаз барған бұл мәдениет күндерінде Жыралыбы Жамбыл Жабаевтың, әнші Күләш Байсейітова, Манарбек Ержановтардың жұлдызы жанында абырой асқақтады. Жамбыл сол жолы еңбек қызыл ту орденімен марапатталды. Басылымдар сол кезде қарт Жамбыл туралы қайта-қайта жарыса мақала жазып, аптығы басылмай тұрды. 36 жылдан бастап күн сайын атаның атақ-даңқы шырқай берді дейік, бүткіл шетелге де тарап жатыр орыс тілінің арқасында. Содан кейін Совет үкіметі Жамбыл атаның 75 жылдық творчестволық тойын тойламақ болады. Соның қарсаңында мына үйді салып береді. Тойланып атқан кезде анау гаражда тұрған Москвич қой енді. Москвичтің алғашқы шығарылымдар екен. 32 жыл шыққан машина. Не де сыйлаған. Мына 12 бөлмені түгел жабдығымен айтамыз ғой, тұрмысқа қажетті дүниесін. Шыны аяғынан, столынан, анау киім ілгіш шкафына дейін бәрін өкімет берген. Өнер өлкесінде абырой атақтан бөлек, қызғаныш, қараулық дейтін іштарлықтың қатар жүретіні бар емес пе? Ресейге баратындардың тізімі жасалып, бата тілекті мерекенің ашылуын Жамбыл жасайды дегенде, бәз біреулер Мәскеуге домалақ арыз жөнелтіпті. Жамбыл ешқандай да ақын емес, жыршылығы да күмәнді деген күстана сөзбен көлеңке түсіргілері келген. Сол үшін орталық комитет жазушы Леонид Собелевті жағдайдың анық-қанығын білуге Ұзынағашқа іссапарға жібергенде, Жамбылдың жыршылығына таңғалған жазушы 3 күн қасынан шықпай қойған. Жыралыбының 20 ғасырдың Гомері деп баға берген. Мінекей мынау Жамбыл атамыздың жатқан төсегі. Ал енді мына жерде ол кісінің сырт киімдері тұр. Өзінің киген киімдері. Мінекей мына түрік ішігі. Бұл ішік енді 35-36 жылдары өзінің келіндері тіккен екен. Өзінің келіндері тігіп берген. Пальтосы, мына жерде жаздық костюм шалбары, халат, шапан дейміз ғой, шапандары сондай. Енді ол кісінің негізінен енді бұл киімдері де, заттары да көп сақталған. Себебі Жамбыл ата 99 жас өмір сүрген, 1945 жылы 22 маусымда қайтыс болған. Келер жылы, яғни 1946 жылы атаның 100 жылдығы тойланған. Сол 100 жылдығы тойланып жатқан кезде өзіміздің Қазақстан үкіметінің шешімі шыққан, тұрған үй музей болсын деп. Манасты 7 күн, көр оғылын 40 күн жырлайтын Жамбылдың шынында да көкейі алтын көмбет. Мың бір түнді, мұңлық зарлықты, қыз жібек, алпамыс шырдастандарын, қиссаларды жатқа соққанда Жамбыл қазақ ауыз әдебиетінің соңғы күліндей болып көрінді. Өтеген сұраншы батырлар туралы ұзақ дастандары, даңқы шайырдың төңкеріске дейінгі шығармашылығынан сақталған қомақты мұрасы. Қарт жыршыға кеңес одағы обал не керек барынша қамқорлық көрсетті. 12 бөлмелі еңселі үйінде жұмыс, медициналық кабинеті де болды. Жеке дәрігерді бекітті. Темір тұлпарды да тізгіндеп берді. 1938 жылы Жамбыл Жабаевқа үкімет М1 МК маркалы автокөлікті сыйға тартқан. Ол кезде бұндай автокөліктер бүкіл Қазақстан бойынша 6 адамда болған. Соның бірі Жамбыл ақында болған. 2008 жылы бұл машина толық күрделі жөндеуден өткен, қазір оталатын жағдайда. Жыралыбы Жамбыл Жабаевтың мұражайы еліміз бойынша толық мүліктері сақталған. Шығармалары жоғалмай жинақталған кешеннің бірі де бірегейі. Қарағай мен шыршаның саясында тұрған ғимарат мемлекеттің қамқорлығында. Кесенесі мен мұражайына келушілерден адам аяғы саябырсымайды. 1996 жылы Жамбылдың 150 жылдығына орай конференц-зал қосылып, бұрынғы кешеннің көркі одан сайын көркейе түсті. Мінекей алдарыңызда тұрған жиһаздардың барлығы сол 1938 жылғы жиһаздар. Өзінің орны отырған айналасына қонақтар жайғасқан. Енді 1938 жылы атаның тойы болды дедім, ақындық шығармашылығының 75 жылдығы. Сол кезде Ленинградтық академик ботаник Келлер келген екен. Енді ол кісі өзі академик ботаник болса да, ол кісі мынандай фарфор ыдыстардың коллекция жинаған екен да, сол жинаған бір данасын Жамбыл атамызға әкеп берген екен. Енді осы 38 жылдан бері келесі жылы бұйыртса 80 жыл болады, осыға дейін жеткен жұрнағы. Мінекей астында Санкт-Петербург, братья Корниловы деген жазуы бар. Жамбыл шығармаларының шоқтығы биегі айтыстары деп байлам жасауға болады. Жамбылдың Құлманбет, Досмағанбет, Сарыбас, Майгөт, Бақтыбай, Бөлтірік, Жүнісбай, Айгүміс, Шашубай мен айтыстары суырып салмалық өнерінің биікке шарықтағандығының айғағы.
Осылардың ішінде Айгүміспен айтысы, қыз бен жігіт айтысының жақсы бір көрінісі болса, Құлманбетпен айтысы қазақ әдебиетіндегі айтыстың жақсы бір үлгісі. Негізі Жамбыл жас күнінде қалжың қағытпаға жақын болғандықтан ба қыздармен көп айтысқан. Айгүміс, Сара, Кәмшат, Сайқал қызбен айтысқанда қыз баласына сыйластық та, әдемі әзіл де, астарлы наз да бар. Жасы келсе де қарт Жамбылдың қалжыңы таусылмай өткен. Мына самсыға барғанда бір балдызын айтқан ек. Балдыз деймін, су жағалай бітеді жалбыз деймін. Жезден келді 90-ның 9-ына, бүгін қалай жатады жалғыз деймін дейді екен. Сонда ой, мына атамыз тұрақ ашқан сондай балдыздары да болған екен дейді енді. Есі түрлі көп қой енді ондай әңгімелері. Ал енді Жамбыл ата ол революцияға дейінді халқына сыйлы, танымал ақын болған, революциядан кейінді. Жәкең туралы аңыздар да көп. Қыздарға қатысты, әйелдерге қатысты, тіпті баяғыда Грузияға жолбарыс терісін жамылған батыр деген Шота Руставелидің шығармашылығының тойына барған кезде бір грузин қызына қашық болып қапты деп айтады. Қасында көргендер, жаңағы Метбике, Мейірбике қыз екен, енді бұлай жақсы көріп қолынан ұстаған, енді ол қандай дәрежеде ғашықты екен кім білсін, бірақ ана қыздың көркі мүмкін қарт ақынның жүрегіне бір сезімін оятып, бір нәзіктік жібін тартқан шығар деп ойлаймын. Жамбылдың күйшілігі өз алдына бір сала, бір тақырып. Жыр алыбы шерткен күйлерді оның поэзиясы, әншілік және жыршылық шығармашылығына тән жіктеуге болады. Мәселен, фольклорлық жанрда тартқан жоқтау күйлері, аңыз күйлері, арнау күйлері, тарихи күйлері жетіп артылады. Жамбыл күй тартқан. Жамбылдың көптеген күйлері бар. Ол қырғыздың атақты Мұратәлі күйші ақынымен күй жарыстырған адам. Бұл Өтеген батыр дастанын Асан Қайғының сарынымен орындаған. Өзінің Өтеген батыр дастанын. Өзі күйші домбырашы болған қазақтың атақты күйлері Басшылбай, Күйшілбай, Ыңғай төк, Сұрмерген, Ұран және Көріғұл Сұлтан күйлерін өте шеберлікпенен тыңдаушыларын қорғасындай балқытқан. Жыр алыбы Жамбыл күй анасы Дина Нұрпейісовамен де жақын араласқан. 1936 жылы Алматыда болған таныстықтың соңы сыйластыққа ұласып, замандастар бір-бірін қадірлеп өтті. Дина мен Жамбылдың арасындағы қалжың қағытпалар, әзіл әңгімелері әлі күнге ел аузында жүр. Дина апамыз өзі екеуінің ортасы 15-16 жас. Қалжыңдары жасқан, өздер замандары бір, сондай адам болған екен. Мысалы Алматыға барса, Жамбыл ата, Динаның үйіне бұрыңдар мәшинені дейді. Аса қатта сыйластық болған екеуінің ортасында. Қалжыңдары жарасқан. Дина апамыз ауылға келіп, атамыздың ауылына келіп, бірнеше күн осында келіп жатып, аунап кетеді екен апамыз. Жамбыл өзіне Сүйінбайды ұстаз пір тұтса, Кенен Жамбылды руханияттағы ағасы тәлімгері деп таныды. Жамбыл әкей Кененді сүйеу көрді. Өмірде де, өнерде де бір-біріне тірек болды. Кенен деп жүр ғой елдің бәрі. Осы тойға жиналған жас пен кәрі. Төрт аяғы тең түсіп өлеңінің құлағыңнан кетпейді салған әні деп, Жәкем Кенекеңнің әншілігін ерекше бағалады. 17 жасында қырғыздың манабы Шабдан Жанбаев деген болған екен. Сол кісі өзі қырғыздың манабы қайырымды үлкен жақсы адам болған екен. Сол кісінің астына қырғыз қазақтың ақын жазушыларын бәрін шақырады, өнер адамдарын бәрін. Сол кезде менің әкемді сол Еркебай алып бар. Шабданның астында бірінші рет өмірінде халық арасына шығып, әкем көпшілік тыңда әнімді деген ән шығарады. Сол жерде өзінің кереметтей биік даусыменен, өнеріменен халықтың көзіне қатты ілінеді. Бірінші рет сол жерде ол Жамбылды көреді, Жамбылмен танысады сол жерде, сон Жамбылдан сол жерде бат алады. Осы Жетісудың ақындық мектебінің ішінде, мысалы, Жәкеңнің өте жақсы көрген бір ақыны бар, ол Кенен Әзірбай. Жәкең айтады екен, Кененнің көмекейіне дейді, бұлбұл жасалған дейді. Сондықтан да жаңағы қасынан тастамай, қасында жүрген.
мынау Мәскеудегі 10 күндіктің кезінде де, Грузияға сапары кезінде де Кенекең бірге жүрген қасында. Сондықтан да мінекей Кенекеңнің екеуінің арасындағы бір ағалы інілі достық, ол осы өмір бақи бірге болды. Ең соңындағы осындай дүние салған кезінде де қасында Кенен болды. Қазақ сазының сайып қыраны Нұрғиса Тілендиев те Жамбылдың шығармашылығына ерекше құрметпен қараған. Ауылдас болғаннан бөлек Нұрғиса Жамбылды пір тұтқан. Өмірден озарында әйгілі композитор Жамбыл атасының жанына бейтін қоюды жақындарына аманаттапты. Жәкең жалпы балажан адам болған. Бүкіл ауылдың балалары келіп, Жәкеңнің үйінің жанында, бауының ішінде жатады. Үлкен Жәкеңнің бүгінгі күнге дейін үлкен терегі тұр, екі терегі. Сол теректің түбінде үлкен киіз төсет қызып қойып, үстіне құрақ көрпелерді талдырып қойып, жастыққа сүйеніп жатады екен жарықтық. Содан жан-жақтан балалар келіп, жан-жағында отырады, әнін естиді, әңгімесін естиді, осындай. Сондай адамдардың бірі осы құлағы алқиған бір бала, сары бала. Ол осы бүгінде қазақтың үлкен ұлы композиторы, қайталанбас тұлға Нұрғиса Тілендиев. Нұрғиса Тілендиевтің Жәкеңнің алдында отырдым, әңгімесін тыңдадым деуініңде ешқандай жаңсақтық жоқ. Оны мына күні кешеге дейін біз бала кезімізде, елде жүргенде, ауылда жүргенде осыны айтып отыратын. Жамбыл есейген кезде де халықтың сөзін сөйледі, жоқтың сөзін сөйледі. Әділетсіздік заманды қатты ғайбаттады. Ол заман Жамбылды тыңдады, бірақ керең заман еді, естігісі келмеді. Соның кейін уайымдайды Жамбыл, дуадақ болдым, шөлі жоқ. Аққу болдым, көлі жоқ. Сыбызғы болдым, үні жоқ. Асыл болдым, құны жоқ дейді. Не деген сұмдық сөз. Осындай құдіретті ақын, қазақтың кейде осындай мінезі бар. Болыс байлардың алдында басын шұлғып, кедейді менсінбейді. Сол кезде көп қапаланып, өкпемді қарбаяз қабындырған, Жамбылдың жыр төгілген тілін байлап үніне туған елді сағындырған дейді. Сөздер бар, сүйегінен өтетін. Патша қаулысымен 1916 жылы еңбек майданына Қазақтан сарбаз алды деген кезде жігіт ағасы Жамбыл елдің наразылығын ашына жырлады. Зілді бұйрық, патша әмірі тарылды деген өлеңдері ел жадында сол кезде қалды. Генерал-губернатор Михаил Фальбаумның өктемдігін сынады. Елдің зары ақын шығармашылығынан орын алуы заңдылық. Алайда Жамбыл шығармашылығында әлі де зерттеуді талап ететін бір тұс бар. Ол Алаштың іргесін бекіткен Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсын, Міржақып Дулат секілді алаш ардақтыларымен Жамбылдың не шығармашылықта, не өмірде жолы қиыспағаны түсініксіз. Заманы бір болғасын, зердесінде болмады деп айту да қиын. Алаштың өлі тұрғаларының аттарын естімеу меніңше мүмкін емес. Қалай болса құлаққа жетеді. Айтып та қалуы мүмкін, бірақ Жәкеңнің құлағына қалай жетті? Оны да ескеру керек. Жәкеңнің құлағына ол адамдар халықтың жауы, өкіметке қарсы адамдар деп жетеді. Жеке таныстығы болмағаннан кейін, араласып көрмегеннен кейін, шығармаларын оқымағаннан кейін ешкім айтпайды да ғой. Олардың қандай тұлға екен Жәкең білмегенде болуы әбден мүмкін. Есесіне кеңес үкіметі жыралыбының жағдайын жасап, Жамбылды одақтық дәрежеде идеологиялық мақсатта армансыз пайдаланды. Елге айтылар үгітті Жамбылдың аузымен айтқызды. Түрлі республикалық дәрежедегі мәдени шаралар Жамбылдың қатысуынсыз өтпейтін. Оған айғақ болар дәйек жеткілікті. Мәселен, 1943 жылдың 4 желтоқсанында алғашқы республикалық айтыстың шымылдығын Алматыда 97 жастағы Жамбыл ашты. Мысалы, мынау 1943 жылы 4 желтоқсанда түсірілген сурет. Міне Жамбыл баба. Міне Жұмабай Шаяхметов. Мынау атақты біздің ойыншы Дүйіп пері, мынау Шашубай. Мынау баян бастап тұрған Ғайып Мүсірепов. Ақынның соғыс жылдары отан қорғау тақырыбына арнап шығарған жырларының жалпы көлемі 3000 жолдан асады. Әсіресе Ленинградты көренім, Москваға, аттан батыр ұрпағым, майданға хат сынды өлеңдері уақытында танымал болды.
өмір мен өлім белдескен шақта ақын қуатты жырларымен кеңес жауынгерлеріне жігер беруге тырысты. Жау оғы Жамбылдың жырын жыға алмады, бірақ арқа сүйер ұлы алғадай жат елде оқ қашты. Баласының қазасын естіген қарт жыршы есеңгіреп, еңсе тіктей алмай қалған. Екі ұлы соғысқа шақырылған, біреуісі Алғадай Жамбылов. Алғадай ағамыздың аты бүткіл елге танымал болды. Себебі Жамбыл атаның Алғадайды жоқтауы деген жағы өлең шыққан. Екінші ұлы Ізтілеу деген ағамыз, ол кісі әлгі хабар ошарсыз кеткендердің қатарында. Бүгінге дейін хабар ошарсыздардың қатарында. Армияға алынған елдің бәрі біледі, атаның өзі шығарып салған, содан бүгінге дейін хабар ошары жоқ. Ал Алғадай ағаның ұрпақтары бар, қазір сол Алғадай ағадан қалған жалғыз тұяқтан қазір бір 10-15 немере шөберелері бар. Біз Жамбылдың тұлғасына келген кезде көпке дейін осы кісіні жүз жасаған Гомер деп мақтандық, өлең жырларын айттық, әндерін айттық, күйлерін шерттік. Ал бірақ өзінің тағдырына қатысты бір ірі зерттеулер жасалына қойған жоқ. Зерттеулер көп, мақалалар көп болды. Бірақ солардың бәрін басын құрап, бір ғылыми зерттеуге ерекше назар аударылмады ғой деп ойлаймын. Міне күні кешеге дейін Жамбылдың энциклопедиясы шыққан жоқ. Жыралыбы Жамбылдың қасына ресми түрде үкімет әдеби хатшы бекітіп берді. Соның ішінде әр жылдарда Тайыр Жароков, Ғали Орманов, Қасым Тоғызақов тағы басқа адамдар ақынға хатшылық жасаған. Халық ақыны Шәкір Әбенов те Жамбылдың жанында жүріп осы қызметті атқарды. Алайда араларында келіспеушілік болып, ақын мен жыршының жолы екіге айырылды. Жамбыл қайтыс болғаннан кейін Шәкірдің шығарған мына бір зілді өлең шумағы ел арасында тез тарады. Өлеңді мен айтпаймын кекесінен, айтамын бірер сөздің есесінен, 30 жыл Сталин деп бақылдаған айырылды Қазақстан текесінен деген бір шумақ өлеңі үшін Шәкір ақын істі болып сотталып кетті. Бұл әңгіме жөнінде мен Шәкірден сұраған. Бұл енді елге халық айтатын әңгіме емес. Бірақ Шәкірдің бұл жерде артады. Шәкір Жамбылды өте сыйлаған, өте пір тұтқан адамның бірі. Шәкірдің мен оны өлер кезіндерде мен көп араластым Шәкірменен. Ол біреулердің жаныстыруыменен бір ақында болады ғой бір. Жамбылға ол кісінің реніші болған. Бірақ Жамбылды өте сыйлаған, Жамбылды неткен. Шәкірдің сол тұста Жамбылдан емес, Жамбылдың айналасындағылардан көрген қиянаты болған. Соған айналасы бір ашумен айтылып қалған сөз. Кеңестік идеологияның тапсырмасына сәйкес, Жамбыл ата еңбек адамдарын жыр жолдарына қосып, сол кезеңнің кәдесіне жарады. Мал шаруашылығы мамандарына, өнер туралы жыры, халқыма жыр тарту секілді өлеңдері елді еңбекке бастауға жасалған насихат болды. Жаңа ашылған кен мен өндірістер де Жамбылдың жыр жолдарынан табылды. Мынау Совет үкіметі келді. Үгіт насихат әлем жүріп жатыр. Жамбыл ата халықтың өмір бақи аңсаған жақсылығы келген екен ғой деп ұқты. Соның кейін соны жырла деген кейін жырлады. Ол кезде кім жырламады? Совет үкіметіндегі қалам ұстаған ақын жазушылардың бәрі жырлады. Ана көз ашық кейбіреулері болды ғой, Солженицын сияқтылар. Олар сотталып құрыды, мысалы. Ал Жамбыл атамыз ондай бәлен нәубетке ілікпей кетті. Бетінде әртүрлі әңгімелер шықты, ойбай Жамбыл не қылды дейсің, ол партияны ғана жырлаған, совет жырлаған деп. Ал кез келген ақын, кез келген жазушы өз заманның құлы. Ол заманнан бөтен, ол заманнан тыс өмір сүре алмайды. Ол заманнан тыс ештеңені суреттей алмайды, баяндай алмайды. Сонда біздің жазба ақындар не істеді сол кезде? Бәрі жапырылып, сүрініп жығылып, Ленин жырлады, Сталин жырлады, партияны жырлады. Сондықтан біз Жамбылдық айтып сынаймыз. Ешқандай сынаудың жөні жоқ. Бірақ сол мәселе қалай жырлады? Оның көркемдігі қалай еді? Деген әңгіме бізге орынды болады деп ойлаймын. Жамбыл туралы екі-үшті пікір бар. Күні бүгінге дейін кешеде болған Жамбыл Совет үкіметін жырлады. Анау деген. Бұл ел басынан өткен тарихтың көрінісі. Жамбыл Совет үкіметін жырлайын деп жырлаған жоқ. Жамбылға жырлатты. Сол бір уақыттық бақыты да сонда. Жамбылдың трагедиясы да сонда.
өткен оған жамбыл кінәлі емес. Жамбылдың жаңағы совет үкіметінің жаңағы саясаттың сойылын соқтырған жырларының барлығы ол қолдан жасалған жырлар. Жамбылдың өз дүниесі онсыз өзіне жетеді. Жамбыл сөз жоқ ақын. Жамбыл ауыз әдебиетінің өкілі болғаннан кейін тосыннан шығарылған жыр шумақтары көп. Ел арасында елеусіз қалған арнауларда арагідік төбе көрсетіп қалады. Жамбыл айтқан екен деген сыңайда соңғы кезде әңгімелердің жаңа толқыны шыға бастады. Алайда оның бәрі әлі жүйелестіріліп болған жоқ. Әндеріне қатысты да осындай аз-кем олқылық бар. Кейбір ән жинақтарда Жамбылдың өнері Манарбек Ержановтың атына телініп кеткен. Негізінде мың әнде, мысалы жаңа жерде Жамбыл туралы, Жамбылдың сөзі бұл. Алатау кәдімгі тізілген таулары бар. Жеті судың деп айғайлап келеді. Сол 90-95 екеуі енді бір адамның әні екенін бәрі айқындап тұр ғой. Мысалы енді жаңа 95-ті айтып көрейін бір мысалы шамалап. Қалқозда мен 90-ға келген қартей, бақыттап жатырмыз қабей, енген қартей. Құрметтеп, халқым сыйлап, сөз бергенде, сыйып тұр шартарап қабей, көңіл шартей. Ал енді, мысалы жаңаға Алатау деп жазылған, өйірде, мысалы Жетісу деп жазылғанда жаңа қазақтың мың әнінде. Негізінде ол Алатау деген Жамбылдың әні. Онда Жамбыл, менің ойымша Жамбыл орындаған сияқты да. Жамбылдың жан дүниесін түсіну үшін Жамбылдың мына кеңес үкіметінің бұрынғы өлеңдерін білу керек. Жамбылдың өзінің шынайы өлеңдерін білу керек. Жамбылдың мысалы анау Құланаян Құлманбет екеуінің достығы, біздің мысалы жырда тарихта Құланаян екеуін айтыстырады, Жамбылды анаға Құлманбетті жеңдіріп қойып, енді Құлманбеті байдың тұқымын өткен тедектерінің қасына жүрін қой. Байдың тұқымының өкілі қылаттағы Жамбылды кедейінді шығып, екеуінің арасына саясат кіргізеді. Олай болмаған тарихта. Мен Құланаян Құлманбет деген поэма жаздым. Сонда Жамбылды мен зерттедім. Сонда Жамбыл Құланаянды Құлманбетті басына төбесіне көтеріп отырады. Аға тұтып отырады. Сонда айтқанда бір мен Құлманбетті жеңген жоқпын, жеңілген де жоқпын дейді. Ғасырға жуық ғұмыр кешкен қарт қазына Жамбылдың шығармашылығы, рухани бұлағы ел білетін өлең жырлармен сарқылып қалмағаны анық. Әдебиетшілер үшін демек жыр алыбының жаңа қырын, тың өлең жырларын табу жұмбағы көп Жамбыл болмысын айшықтай түсуге сеп болатыны сөзсіз.